Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сіздермен ұбт-да кездесетін антоним сөздер туралы үйренетін боламыз. Яғни көп жағдайда қандай сөздер келеді, соны үйренеміз. Әрине біз нақты қандай сөздер келетінін білмейміз, алайда шамамен келеді-ау деген сөздерге бүгін тоқтала кетеміз. Антоним дегеніміз ол сөздің қарама-қарсы мағынасы. Оны біз ұбт-да тек жаттап білу арқылы ғана жауап бере аламыз. Яғни ешқандай да ереже жоқ, тек оны жаттап мағынасын білуіміз қажет. Қазір біраз антоним сөздерді үйренетін боламыз. Дайын болсақ, кеттік. Verbs яғни етістіктер. Бұл жерде көптеген етістіктер бар. Lose жоғалту, find табу, argue келіспеу, agree келісу, busy қолы бос болмау, lazy жалқауланып жату, close жабу, open ашу, die өлу, live өмір сүру, exit шығу, entrance кіру, give беру, take алу, save сақтану, unsafe жаңағыдай сақтамау, safe деген қорғаныш әрі қорғанышсыз деген сияқты мағына біледі. Night түн, day күн, best ең жақсысы, worst ең жаманы. Сонымен қатар бізде adjectives-те, adverbs-те бар. Awful әдемі, wonderful, awful ужасно дейді ғой. Wonderful тамаша, busy қолы ондай busy қалай айтсам болады, үнемі бос емес болып жүреді, free бос болады. Calm спокойный тыныш, noisy шулы, bright жарық, dull қараңғы, brave батыр, afraid қорқады, beautiful әдемі, ugly ұсқынсыз, accurate біз қалай аударамыз? Тиянақты, inaccurate соған қарама-қарсы. Ancient, modern. Ancient дегеніміз ол бізде ескі, ал modern жаңа, современный. Start бастау, finish аяқтау. To put қою, to take алу. Remember есте сақтау, forget ұмыту. Яғни бұлар бір-біріне қарсы сөздер, антоним сөздер. Бұларды сіздер тек қана жаттап қана есіңізде сақтай аласыздар. Бұдан да басқа көптеген антоним сөздер бар, әлбетте. Оны интернеттен қарап және де білімдеріңізді шыңдауға болады. Жалпы көп жағдайда осы сөздер келіп, осы сөздер қолданылатын болғанда сіздерге назарларыңызға ұсынып отырмын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар, білімдеріңіз арта берсін.